Ассаламуалейкум, жаңа Қазақстанның барша көңілді көрермендері, бүгін біздің студиямызда Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Нұрлан Тәңірбердіұлы Еркебаев мырза келіп отыр. Нұрлан Тәңірбердіұлы, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Енді сұхбатты бір еркін форматта жүргізсек деп ойлап отырмын. Өзіңіздің еңбек жолыңызда биографияңызды қарап шықтым. Үлкен лауазымды қызметтерді атқардыңыз. Қазір жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан деп жатырмыз ғой. Ескі Қазақстанда үлкен бір лауазымды қызметтерді атқардыңыз. Мысалы, Жамбыл облысы бойынша департамент басшысының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департамент басшысының орынбасары да басшылық қызметтерді атқардыңыз. Қазір жаңа Қазақстанда Шығыс Қазақстан бойынша департаменттің басшысы қызметін атқарып жатсыз. Сіздің ойынша, мысалы, қазіргі ескі Қазақстанның мемлекеттік қызметкерлері мен жаңа Қазақстандағы мемлекеттік қызметкерлердің айырмашылығы бар ма? Қызметінде, оның жалпы мінез-құлқында деген сияқты, атқарып жатқан жұмысында. Енді ең әуелі біріншіден рахмет, студияңызға шақырып, қонақ қылып осы мемлекеттік қызмет жайлы пікірге қызығушылық танытқаныңызға. Шын мәнінде мемлекеттік қызмет саласы адам өміріндегі бір ерекше саланың бірі ғой, енді барлық реформалардың бастауында тұратын сала. Сондықтан бұл мәселені мен көрермендерге де қызық болатын шығар деген ойдам. Енді әрине жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан деп жатады, бірақ Қазақстан біреу ғой. Оның бір бөліп жаратын түгі жоқ деп ойлаймын. Бұл жаңа Қазақстан бұл кішкене идеялық бір ұран сияқты ретінде жарияланды ғой. Яғни бір жаңаша ойлайық, жаңаша көзқарас болсын, өзгерейік. Әлі де кеш емес, сондықтан өзіміздің санамызды өзгертейік. Санамызды өзгеріп отырып, әділдік жағына, бағана жағына, яғни бұрынғы сарқыншақтардың бәлкім жолынан басқа адамға бағдарланған, азаматтардың құқығына бағдарланған, жалпы сол мәселелерге бағдарланған әділетті Қазақстан құру жолына бетбұрыс деп ойлаймын, бетбұрысқа шақыру. Бірақ енді айырмашылық деп айтатын ішінде ол мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар, ол бұрыннан келе жатқан азаматтар, және де бұл тұрғыда мемлекеттік қызметшінің бір болмысында қазіргі жағдайда мен ойламаймын бір қатты бір өзгеріс қажет деп. Себебі енді мемлекеттік қызметшілердің барлығы жұмысы заңға бағдарланған, конституцияға бағдарланған. Әрине, мемлекеттік қызметтің беделіне бағанағыдай сызат түсіретін сыбайлас жемқорлық тағы да басқа көріністері болып жатыр, өкінішке орай. Бағана бір құмалақ қарын бір қармай шертетін кері келеді ол кей кезде. Сол тұрғыда бәлкім қоғам кей кезде мемлекеттік қызметшілердің бәріне бір бұлар жұмысын жөндеп атқара алмайды, барлығы да бір шетін барлығы сондай деген бір күйе жағып жататын тұстар жоқ емес. Бірақ дегенмен мен айтар едім, біздің мемлекеттік қызметте көбісі 90%-дан астам деп айтуға болады. 80%? 80%-дан астам. Себебі мен айтайын деп жатқан, мысалы үшін қарапайым сыбайлас жемқорлықты айтпағанда, әдеп, қарапайым әдеп нормаларын бұзушылығының өзі, мысалы үшін жауапкершілік тартылған. Біздің өңіріміз алатымыз Шығыс Қазақстан облысы бар жоғы бір 3%-ке жоқ. Енді қараңыз, енді қалғандардың бәрі яғни жұмысын тиімді атқарып жатыр. Сыбайлас жемқорлық көріністеріне ұрынатын азаматтарды енді оқтын болып тұрады, әлбетте, бірақ олар бір-екеу ғой. Біздің өңірімізде мысалы үшін 4000-ға жуық мемлекеттік қызметші бар. Енді есептеп қарасаңыз, өзі есепке жүйрік адам өзі есептеп жариялайды ғой. Сондықтан бұл жерде көбінесе мемлекеттік қызметте жүрген бағанағыдай сол салаға қалыптасқан болмысы бір қалыпты азаматтар, әрине олардың санасын трансформациялау бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Онда президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы, оның филиалдары арқылы, мысалы үшін оқыту арқылы, басқа да бағанағыдай заңнамаға енгізілетін жаңа
принциптер мен талаптарға сәйкес бейімдеу мәселесі жүріп жатыр. Сондықтан бұл мәселе жаңа Қазақстанның қызметшілері бір бөлек, ескі Қазақстанның қызметшілері бір бөлек деп айта алмаймыз. 180 градусқа әлі өзгерген жоқ дейсіз ғой. Сол мемлекеттік қызметкерлер қазір де сол қызметті атқарып жүрсіз ғой. Енді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мысалы мемлекеттік қызмет дегеніміз ол жеке бастың бақ дәулеттің артыратын жер емес деп айтқан болатын. Енді кейде ойлайды, жастармен сөйлесіп мемлекеттік қызметке барамын, бастық боламын, қауымда билік болады деген сияқты ойларда бар шығар мысалы. Демек, связь болады, байланыс болады, мүмкін бір бизнесімді ашамын, оған маған ешкім тиісе алмайды деген сияқты ойларда болуы мүмкін. Ал президент айтады, ол жеке бастың бақ дәулетін арттыратын жер емес дейді. Бірақ бізде қарап отырсақ күніне мысалы қазір соңғы күндері қаншама жаңалықтар болып жатыр. Мысалы кеше ғана мысалы Сатпаев қаласының әкімі мысалы 10 миллион теңге пара алған жерінен ұсталып жатыр. Одан кейін ана Жаңақорғанда бөлім басшысы сыбайластармен бірге 1 миллиард теңге жымқырған туралы ақпараттар шығып жатыр. Күнде осындай бір ақпараттар шығып жатады. Мысалы осы парамен ұсталды, пара беріп ұсталды, жемқорлық фактісімен ұсталды деп жатқан сияқты. Енді бүгінде лауазымдық өкілеттерін асыра пайдаланып жатқандар жайлы, осылар жайлы не дейсіз? Енді әрине ана сөз бар ғой, құлқын тиылмай, кілтін таппай өмірінің біржеттен құлқын ашамайсың. Сондықтан адам ішінде әртүрлі, бес саусақ бірдей емес. Сондықтан ол мемлекеттік қызметке ол баста дұрыс жұмыс жасайын, еліме қызмет етемін деп адам келуі мүмкін. Ант қабылдайды ғой. Ант қабылдайды. Конституция қолын қойып, енді жүре келе неге тура жолдан таяды деген сұрақ ол сол жеке адамдарға қою керек шығар. Не себептен ол мәселеде. Әрине, қолдағы кей кезде билік, егер адам өзінің ниеті дұрыс болмаса, түзу болмаса, қолдағы билік капиталды ол басқа капиталға айырбастаудың жолын іздей бастайды. Негізі американдық ғалым бар, Роберт Клитгард деген, сыбайлас жемқорлықтың формуласын ойлап тапқан. Сыбайлас жемқорлықтың формуласы неге тең болады? Мысалы, жемқорлық пайда болады, егер монополия бар кезде, және әрекет ету еркіндігі бар кезде тұлғада, және бақылау жоқ кезде дейді. Сондай формула шығарған. Яғни қараймыз, монополия бүгінгі таңда мемлекеттік органдардың бәрі монополист. Енді рас қой, мемлекеттік функцияларды атқаратын нақты бір орган бар, нақты бір лауазым тұлға бар, шешімді әзірлейтін, әрекет ету еркіндігі бар, қарастырады, шешімді өзі қабылдайды, саралайды дегенде сияқты мәселе. Енді бақылау. Үшінші фактор бақылау. Бақылау жоқ болса дейді. Яғни ол бақылау кімнің тарапынан болу? Әрине құзырлы органдар бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл, прокуратура, тағы да органдар бар. Бірақ дегенмен былай қарап тұрсаңыз, ол әрбір мемлекеттік қызметшінің артынан бір бақылаушы қойып қоя алмайсың. Рас қой. Бағана айтып отқанымдай, 3,5 мыңнан астам осы облысымыздың өзінде 3,5 мыңнан астамға әрқайсысына бір бақылаушы қоятын болсақ, қалай болады? Бақылаушының өзі пара алып жатса сыбайлас болып кетеді. Ол енді екінші жағы. Сол осы мәселені ескере отырып, бағана Клитгард мырза бақылаудың орнына жауапкершілікті алмастырады формулада. Яғни жауапкершілік болмаса, адамның өзіне бақылауы, яғни өзіне деген жауапкершілік, алған жауапкершілігі жоқ болса, ол сыбайлас жемқорлыққа барады. Өйткені бағана екі қолында екі фактор бар. Сондықтан бұл жерде тұлғаның болмысы тағдайдан, ішкі қасиеті, рухы, ол неге бағдарланған, сол мәселе аса маңызды. Сондықтан біз қазір мемлекеттік қызметте де заң білу дегеннен бөлек адамның жеке бойында құзыреттілікке, оның бойында қасиетіне назар аударып жатқан сол себепті. Бойында қандай құзыреттер, қасиеттер бар. Бағана сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, әдептілік, бағанағыдай қасиеттері, болмаса адалдық қасиеті қандай. Сол тұрғыдан қазір таңда президенттік жастар кадр резервіне, қазір осы үстіміздегі жылы өңірлік кадр резервін
іске асырайық деп жатырмыз. Ол жерге де мысалы үшін саралаған кезде міне осындай құндылықтарға баса назар аударылады. Енді бұндай жерде мысалы және өзіңіз айттыңыз ғой, мемлекеттік қызметкердің ар-ожданына байланысты табиғи. Енді қарап отырсақ, мысалы бір ғана мысалы 1 миллиард теңге немесе пара алды, одан да көп мүмкін сомада қаржы алса, ол өзінің болашағына мүмкін балта шауып жатқан есеп ойламауы мүмкін, қазіргі күнмен есептеу мүмкін, солай емес мысалы. Енді жаңа өзіңіз айтқан президенттік және кадрлық резерв деп жатырмыз, өңірлік кадрлық резерв деп жатырмыз. Кей жағдайда көп айтады, бұл жерлерде басшылардың, жоғары шенінділердің, қалталардың балалары өтіп кетпей ме деген сияқты сұрақтар туындайды. Бұл жерде іріктеу қалай жүргізіледі? Енді алуан пікірлер көп қой, Марғала айтады. Қоғамдағы пікірді сізді айтып жатырмын, өзіңізді естіп жүрген шығарсыз енді. Енді естиміз. Бірақ дегенмен президенттік жастар кадр резервін алайық. Өткен жылы 3-ші іріктеу өтті. Алғашқысы 19 жылы, есіңізде болса, бағанағы жастар жылы кезінде мемлекет басшысы осы жастарды мемлекет ісіне араласуға шақыру және екінші жағына бағанағыдай жаңа формациядағы басшыларды әзірлеу шеңберінде міне осы жастарға мүмкіндік, яғни әлеуметтік лифт ретінде осындай мүмкіндік жасалынды. Қабылданған азаматтарды қарайтын болсақ, жалпы енді алғашқы 2 іріктеу туралы мен мысалы үшін сырттай білем. Себебі енді ол жерде ол компанияларда былай айтқанда атсалыстық, бағанағыдай азаматтардың қатысуына, жариялығына, бірақ жалпы іріктеудің оған қандай мән беріледі, ондай мәселеге онша араласқан жоқпыз. Бірақ өткен жылы, бағанағы 23-ші жылы өткен президенттік жастар кадр резервінде маған сәті бұйырды. Президенттік жастар кадр резервіне алынған азаматтардың ассессмент орталығы деген бар. Сол ассессмент орталығында құзыреттерді бағалайды. Сол құзыретті бағалау орталығының жұмысына қатысуға мүмкіншілік болады. Мысалы үшін көруге қалай. Шын мәнінде қарап отырсақ, бұл әдіс, ол бұрмалаушылық ешқандай болмайды. Себебі ол жердегі ассессорлардың өзі бағанағыдай тәуелсіз сарапшы, тәуелсіз сарапшы. Ол жерде біреудің бағанағыдай аты, несі, белгісіз бәрі индикационный номермен жүреді, мысалы үшін. Кімнің қай жаққа кіріп жатқан несі білмейді, бәрі былайша айтқанда конфиденциальный нәрселер. Сол жердегі тапсырмалардың өзі конфиденциальный мәселелер. Ол жаққа жарияланбайды, не істелінбейді. Және қатысып жатқан азаматтардың да былай болмысын қарап отырасың ғой. Шын мәнінде оның ішінде бағанағы интеллигентті жастар да бар. Ауылдан шыққан жастар да бар, бірақ болмысынан көрініп тұрады, адамның былай қарымы, несі. Халыққа жақын жастар дейсіз, халықтың проблемасын түсінетін жастар. Мысалы енді олар қызмет келген кейін тікелей халықпен жұмыс жасау керек енді. Еститін үкімет деп президентіміз айтты мысалға. Ол жерде қалай деймін де сол жерде бағанағыдай бұл тек тест сұрақтар емес, сол жерде нақты бір проблема беріледі. Мысалы үшін сол жерде топтық жұмыс деген болады, одан кейін жеке жұмыс деген болады. Мысалы үшін сол топтық жұмыста мысалы үшін бір проблема береді. Кризистік жағдайда шығу жолы дейсіз ғой. Сол проблеманы шешудің амалдарын ойластырады. Және топта әр топ мүшесі өзі бағана кандидат әрқайсысы өзінің шешімін ұсынады және ортақ бір шешімге келе алу, сондай сияқты мәселелерді қарастырады. Одан бөлек бағана жеке дара өзіне бөлек бір тапсырма. Ол тапсырмалар бір кітаптан алған тапсырма емес, нақты өмірлік кейстер. Мысалы үшін сол өмірлік кейстегі болған жағдайды шешуге оның көзқарасы қалай ұйымдастырылады жолды мысалы үшін өзінің шешімін әзірлеп соны ұсынады. Мысалы үшін міне сол кезде ол қандай сол шешімдерді әзірлеп ұсынған жағдайда қандай құзыреттерді ол көрсетеді. Яғни өзінің ұйымдас қабілеті қандай, талдау қабілеті қандай, бойындағы неге мән береді, сол мәселелерін былайша айтқанда сол ассессорлар сол жерлерін бағалайды. Топпен жұмыс дегенде бағана топпен қалай қарым-қатынас жасайды. Сондай ғой енді адам болмысы былайша айтқанда нақты ситуация. Енді мына жағдайды алып қарайықшы, жаңа сізге
сауал жолдадым ғой, жаңа нақты халықтың жағдайын олар қаншалықты біледі деген сияқты. Мысалы, халықтың ішіндегі адамдар кейбіреулер ойлайды, енді болашақ бітіріп келіп ол Америкадағы өмірді мысалы мына жақта нақты ауылдағы қарапайым халықтағы мысалы айына 50 мың 60 мың теңге тауып жүрген, жалақы тауып жүрген адамның өмірін олар сезіну керек дейді, жағдайын сезіну керек дейді. Мынандай бір жағдайлар болды. Мысалы өзіңіз білесіз, бесінші қаңтардың алдында газ 50 болсын деген мәселелер көтерілді ғой батыста. Сол кезде газ қымбат болса автобуспен жүрсін деген энергетика министрінің штаттан кеңесшісі айтқан сөзін мүмкін білетін шығарсыз. Енді сол кезде бірталай шу болды. Бұл бала қалай айтып отыр деген сияқты. Газ қымбат болса автобуспен жүрсін деген сияқты мысалы. Одан екінші бір мәселе, әскердегі әлімжеттік өз-өзіне қол жұмсау жайттарын қорғаныс министріне журналистер сұрақ қойған кезде это жизнь деп жауап берді министріміз. Ал үшінші мәселе, енді бұл енді Ескі Қазақстан шенеунігі болды. Бауыржан Байбек брифингте журналистердің сауалына жауап беріп жатқан кезде Алматыда түскі ас 500 теңге деген сияқты айтты да мысалы. Ал ондай баға жоқ екен, халықтың барлығы біледі. Сондықтан айтып отырмын, бұл мысалы одан кейін бір көмір тапшылық болған кезде көмірдің бағасы бізде 5900 теңге деді, ал негізінде ауылдық жерлерде өзіңіз жақсы білесіз 20 мыңнан 25 мыңнан тоннасы қымбат. Сондай аспандағы дүниені айтпайтын, жердегі халықтың проблемасын нақты білетін біздің осындай мемлекеттік қызметкерлер, жас мемлекеттік қызметкерлер бар ма деген сауалым сол ғой мысалы. Жақсы біле ме деген сияқты. Жәнегі көрдіңіз бе, ана басқа дүниені айтып жатыр да, мысалы газ жоқ болса автобуспен жүрсін деген. Сондай шенеуніктер шықпай ма араларынан деген ой. Енді айтып тұрмын ғой, адам баласы әртүрлі. Бұл жерде біреудің аузына қақпақ бола алмайсың. Мемлекеттік қызметте жүріп бағанағыдай сондай эмоцияға беріліп, бәлкім бағанағыдай ақпаратты аузынан шығарып жүрген азаматтарды енді өзіңіз айтып отырсыз, жоқ емес. Дегенмен ол мемлекеттік қызметте жүрген барлық шенеуніктердің бәрі сондай деген мәселе емес қой. Яғни ол жерде мемлекеттік қызметші де кәдімгідей қарапайым азамат. Осы жерде мысалы үшін айтып тұрмын ғой, біздің өңірімізде бұл 3,5 мыңнан астам қызметшінің бәрі бір аспаннан салбырап түскен азаматтар емес қой. Осы халықтың арасынан шыққан, ауылдан шыққан, нақты жағдайды білетін, тура сол халықтағыдай сияқты басында кредиті бар, кәдімгідей таксимен, автобуспен жүретін азаматтар. Енді арасында әрине болуы мүмкін, енді бағана ондай ауылдық жерді білмейтін проблемаларды, білмейтін, қалада өсіп бағанағыдай сондай айтып жатса, енді о жағына мен енді баға бере алмаймын, әрине, енді әріптесіміз. Дегенмен осы тұрғыда бағанағыдай біз айтып тұрмын, мемлекеттік қызметшінде сөйлеген кезде, бағана көпшілік алдында пікірін білдірген кезде саралап, жан-жағын қарап, яғни дұрыс бағанағыдай бір резонанс тудырылмайтындай сондай бір әңгімелерден әлбетте аулақ болу керек. Әсіресе бағана эмоцияға беріліп кетпеу керек. Эмоция. Сондықтан қазір эмоциональный интеллект деген мәселеге бетбұрыс алып жатырмыз ғой. Бағана айтып отқан ол да бір эмоцияның несі ғой. Маған десе бағана автобуспен жүрсін. Енді өздерінің проблемасы деген сияқты мәселе. Бір шын несіне қарап отырсаң, оның сөзінде де бір не жоқ. Енді әркім өзінің өмірін өзі жасайды деген келеді ғой. Өзінің жағдайымен саралап айтқан шығар, кім біледі деген. Иә, ол да мүмкін. Сондықтан бұл жерде әлбетте мемлекеттік қызметшіге кішкене сөйлеген кезде бағандап, және қоғамның алдында болғаннан кейін дұрыс сөйлеуге біз шақырамыз. Қазір қарап отырсаңыз, мемлекеттік қызметшілер бір жіті бақылауда, бұқаралық ақпарат құралдарының тарапынан болсын, халықтың тарапынан болсын. Бұдан бір 10 жыл бұрын ол кісілердің жүріс-тұрысы, іс-қимылы аса көп мән бермейтін. Қазір жеке мысалы қызметтік көліктің бір ресторан, мейрамханаларға барса түсіріп алып әлеуметтік желіге салып жүреді. Бір артық пікір айтып қалса, ол да әлеуметтік желіге салып жүреді. Одан журналистер өзінің жеке басына, семьясына, отбасына байланысты түрлі сұрақтар қойып, тіпті қайын жұртына байланысты түрлі сұрақтар қойып жатады мысалы мемлекеттік қызметкерлер. Мысалы қаншалықты бұл жағдайда қазір мемлекеттік қызметкерлер құқығы қорғалып жатыр мысалы. Кейбір мемлекеттік қызметкерлермен сөйлескен кезде біздің керісінше құқығымыз аяққа тапталып жатыр, бізді ешкім қорғамайды деген сияқты пікірлер айтып жатады. Енді олар бізді адам баласымыз ғой дейді, темірден жаратылған жоқпыз дейді. Ашуға берілсек, міне мемлекеттік қызметкердің барлығы осындай деп шыға келеді дейді мысалы. Енді рас мемлекеттік қызметтің талабы жоғары. Себебі аты өзі айтып тұр, ол мемлекеттік қызмет.
заңда да ол нақты белгіленіп қойған. Мемлекеттік қызмет деген бұл қоғам тарапынан артылатын ерекше сенім. Ал сол ерекше сенімге ие болу үшін әрине сол жан-жақты талапқа сен жауап бере алуың керексің. Екіншіден, мемлекеттік қызметтің принциптерінің бірі ол еріктілік принцип. Ерікті түрде келеді азамат, ешкім оны қолынан сүйреп әкелмейді. Осы саланы таңдап келдің ба, осы салаға сен бейімделуің керексің. Осы саланың былайша айтқанда қызық-шыжығына сен көну керексің. Талап жоғары бола ма, сол талапты еңсеру керек. Егер қолыңнан келмей ма, сенің жұмысың емес па, яғни сенің қолыңнан келмейтін тірлік па, онда өзге сала бар ғой, өзге салаға кету керек. Ал бірақ талап, бұл талап қайдан шығады? Бұл талап қоғам тарапынан шығады. Қоғам күтеді бағанағыдай. Мемлекеттік қызметші бар өзінің ынта-жігерін салып бізге жұмыс жасайды деп мысалы қоғам күтеді ғой. Сондықтан мына мемлекеттік қызметтің әдептілік принциптерінің өзінде сол 6 принципке енгізілген. Осы 22-ші жылы жаңа әдеп кодексі қабылданған. Міне сол принциптер әрбір мемлекеттік қызметші жұмыс барысында ұстану керек деп. Ол бағанағы адал ниеттілік, адалдық, әділдік, ашықтық деген мәселе, бағанағы өзінің барлық жұмыс, сыпайылық мәселелері, және клиентке бағдарлану деген мәселелері бар мысалы үшін. Бұл дегеніміз сол клиентке бағдарлану, адамға бағдарлану деген сияқты. Сондықтан бұл жерде әрине мемлекеттік қызметшінің бағанағыдай айтайық көлік деп отырсыз ғой. Ол мемлекет тарапынан оған қызмет үшін берілген дүние. Ол қызмет бабында пайдалану дұрыс. Бірақ өзінің жеке басты мәселесіне пайдалану қаншалықты ол дұрыс? Моральдық тұрғыдан қарасақ та ол дұрыс емес. Мысалы бар ғой, осы заманға дейін бағанағыдай Меккені кезінде басқарған Омар. Соның бағанағыдай майшамын сөндіруге қатысты. Қараңызшы қандай. Оны ол осындай заң бар екен, ондай бақылау бар екен деп айтқан жоқ. Ол нақты өзінің адалдығымен, адал ниеттігі. Мынау менен қазынашылықтан берген мәселеге жеке мәселемен мен жаратуыма болмайды деген бағана ішкі өзінің түйсігімен жасап жатыр. Біздің мемлекеттік қызметші де сондай болу керек деп ойлаймын. Ондай адамдар жоқ емес, бар. Жоқ емес, бар. Бірақ кей кезде бағанағыдай қоғам ішінде болғаннан кейін әртүрлі адам деп бір қарымайды, бір балақшада біреу көзге түседі, барлығы солай деп ойлап қалады. Оған енді әртүрлі факторлар бар ғой, психологиялық факторлар. Енді мемлекеттік қызметші де бағана айтып отырсыз, қоғам ішінде болғаннан кейін өзінің семьясы бар. Семьясындағы екінші жартысына да байланысты. Рас қой. Екінші жартысы егер өзінің бағана сол мемлекеттік қызметшінің көзқарасын, дұрыстығын түсініп, поддержка беріп, бұл болмайды ғой, ертең ұят болады ғой деп бағана естіп отырса, ол еш уақытта жолдан таймайды ғой. Мысалы мемлекеттік қызметшілер ар-ожда дедіңіз, оның жарлары да мүмкін сондай талап ұстану керек шығар. Сол жарларды, егер мысалы үшін жарың үйде отырып, сенің көлігің бар ғой, не баламды апарып тастасаң бірден кейін кете ма деп күніге мыжи берсе, кім біледі, ертең күні ол тайып кетуі мүмкін ғой. Апарасына енді құлағы тыныш болсын деп. Көрдіңіз бе? Сондықтан әртүрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде бағана кімнің Шәкәрім Құдайбердінің сөзі бар ғой, сол сөзді ұстану керек деп ойлаймын әр мемлекеттік қызметші. Бағана біреудің жамандығын көргенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күресуге деп айтып кетті ғой. Сол сияқты өзіңмен күресіп отыру керек қой мемлекеттік қызмет. Оңай емес. Бірақ мемлекеттік қызметке келгеннен кейін, осындай саланы таңдағаннан кейін, қоғам сенен күтетін болғаннан кейін, сен сол сенімді ақтауың керексің деп ойлаймын. Алтын көрсе де теріс жолдан кетпеу керек дейсіз, тура жолмен жүру керек. Әрине, және өзіңіз талап жоғары әр мемлекеттік қызметшіге, әсіресе қазір президент үкіметі отырған президент жастар кадр резервінен талап жоғары. Бірақ та осы жақында ғана президент кадр резервінің мүшесі, халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығының басқарма басшысы Олжас Ағабеков деген мырза Дубайда халықаралық көрмеде қазақстандық павильонға бөлінген қаражатты жымқырды деген күдікке ілініп отыр. 270 миллион теңге сома негізінде деді. Мысалы, осы мәселе шыққаннан кейін де міне кадрлық резервтерде міне осындай жастар шығып жатыр деген сияқты да пікірлер айтылып жатыр. Бірақ барлығы да осындай емес қой деген кейбір пікірлерді көзіміз шалып қалды. Мысалы, және өзіңіз айтып отырған кадрлық резервке іліккен жастарға мысалы сізде бір аға буын өкілдері ақыл кеңес бере ме? Иә, әлбетте бізде қазір агенттікте мемлекеттік қызметтің оң имиджін көтеру бойынша шара жоспары қабылданған. Сол жоспарға сәйкес барлық өңірлерде тәлімгерлер кеңесі болды.
тәлімгерлер кеңесі бұл біздің облысымызда да ардагерлер сол мемлекеттік қызметте жүріп мінсіз жұмыс атқарған, қазіргі таңда беделі бар, халықтың алдында беделді жұмысын тура жасаған азаматтар, ақсақалдарымыз былайша айтқанда, солармен кездесу ұйымдастырамыз. Әсіресе мына жас жаңадан тағайындалған басшылар құрамымен, жақында ғана мысалы үшін сол Бердібек Мәшбекұлының еске алу кеші болды. Мысалы үшін сол жерге де осы тәлімгерлер кеңесі шақырып жастарды жалпы мемлекетке қызметке етудің, адал қызмет етудің несі бойынша жастарға өзінің көзқарастарын айтты. Соған шақырды былайша айтқанда. Міне тура осындай мәселелер қазір жолға қойылып жатыр. Ант қабылдаған кезде де міндетті түрде де сол ақсақалдарымыз шақырамыз, ант қабылдаушы, яғни азаматтың да жақындарын, туыстарын шақырып, солардың көзінше антына берік болсын дейсіз. Антына берік болсын деген мақсатпен. Мен уәде бердім ғой. Осыншама кісілердің алдында уәде бердім ғой дегендей сияқты бір не болсын деп. Бұрын енді ондай заңда бар еді, ант міндет қабылдау, бірақ ол бір жабық түрде, кабинетте салтанатты түрде өздері жиналып, бағанадай шақыру басқа бөлелерде деген сияқты бір міндет қойылмайтын. Қазір сол мәселені естіп, кішкене антқа да мән бере отырып, сол ант арқылы кішкене өздерінің бойына сондай бір тежеуші бір фактордың дәнін себу. Енді мемлекеттік қызметкер дегенде енді Қазақстанда біз жақсы білеміз, мемлекеттік тіл қазақ тілі екен. Осы кей жағдайда осы тіл мәселесіне де көп назар аударып жатады. Мемлекеттік қызметкерлер әсіресе мемлекеттік тілді білмейді, ресми тілде сөйлейді деген сияқты. Неге мемлекеттік қызметке қабылған кезде мемлекеттік тілді міндетті қылмайды деген сияқты сұрақтар қойып жатыр. Оған не дейсіз? Енді мемлекеттік тілдің мәртебесі жалпы конституцияда айтылған. Енді ол ата заңымызда, бірақ тең түрде мемлекеттік органдарда, өзге ұйымдарда соған тең түрде ресми тілде қолданылады деп жазылған. Жалпы біздің мемлекетімізде екі тілде былайша айтқанда қоғамда кең таралғандықтан мемлекеттік қызметші, менің ойымша, екі тілді жетік меңгеру дейсіз. Кем деген. Өйткені бағана айтып отқанда біздің принцип адамға бағдарланған. Адамның ішінде бағана сіз тұтынушысыз ба, сіз келдіңіз бе сол органға, сізге қай тіл ыңғайлы, сол тілде мен қабілетті болуым керек. Егер мен оның қабілетім жоқ болса, бағанағы дамыту курстары бар, нелері бар, соған қатысып, өзіңді бәсекелестікке қабілетті қылуың керексің. Мәселе сода. Бір жақты болмауымыз керек біз. Өйткені қоғамның бүгінгі таңда сұранысы сол екі тілде отыр. Сондықтан екі тілді де біз былайша айтқанда алып жүрміз керек. Ал болашақта әрине оның мен білмеймін, орталықтан сараланатын шығар, сараланып, ары қарай қаншақты міндеттелу керек, нақты деген сияқты талаптар енгізіліп жатыр. Нұрлан Тәңірбердіұлы, жаңа мемлекеттік қызметкерлердің жалпы ар-ожданы, оның ел алдындағы міндеті туралы айтып жатырмыз ғой. Кей жағдайда, мысалы, мемлекеттік қызметкерлермен жұмыс барысында әңгімелескен кезде күн түндемей жұмыс істейтін, мысалы, кешкі 6:30 жұмыс уақыты болса, 9-10-ға дейін, 11-12-ге дейін, түнге жұмыс істейтін туралы айтып жатады. Одан кейін демалыс күндерде жұмыс істеп жататынын айтады. Бұл жағдайда ол кісілердің енді барлық отбасы, бала шағасы бар екен, жақсы түсінеміз. Бұл жағдайда ол кісілердің тағы да екінші жағынан құқықтары қалай қорғалып жатыр осы ретте? Өте орынды, өзекті сұрақ деп ойлаймын. Себебі бағанағы мемлекеттік қызметші деген ол бір солдатқа ұқсас негізі. Түсінеді. Өзімізде мысалы үшін бастадық қой, директор атқарушы істегенде шұғыл тапсырмалар келеді. Ол тапсырманың маңыздылығында бәрін жақсы түсінеді мемлекеттік қызметші. Сондықтан келіп жатса шұғыл тапсырманы, оны орындауға қалады. Ол приказ бар ма, жоқ па? Ол өйткені мемлекеттік мүдде үшін сол жерде қалып жұмыс жасайды. Әрине, бірақ оны түсінеді екен деп, мысалы үшін оның құқығын шектеуде болмайды ғой. Біз өзгеруіміз керек. Бағанағы әділетті Қазақстан дейміз бе, онда заң нормасына сәйкес жұмысты ұйымдастыруымыз керек. Мемлекеттік қызметшіге де, мысалы үшін жұмыс уақытысынан артық алып істеп жатыр ма? Қосымша жалақы төлеу керек немесе? Қосымша жалақы төлеу керек, бағана приказ, бұйрығы рәсімделіп кәдімгідей, немесе орнына демалыс берілу керек.
Бұл мәселелерді біз қазір осы өткен жылы бізде осы өткен жылғы сәуірде бізге сонда құзырет берілді. Агенттікке осы мемлекеттік қызметшілердің жұмыс режимін бақылау, мониторинг жасау бойынша. Біз ол жұмысты бастадық. Бізде қазір қызмет жүйесінде бағана приказды да көре аламыз. Оны бағана кеңсеге кірудің қажеті жоқ, не жоқ, өзіміз жүйеден ақ көріп ала аламыз. Приказ шықты ма, шықпады. Екінші ол мониторинг жүргіземіз. Сол бағана 7-тен кейінгі уақытта барып қараймыз. Мемлекеттік қызметші отыр ма, отырған жоқ па. Және бұл жерде отырса, бірден бұйрық бар ма, жоқ па көріледі. Бұйрығы жоқ болса, онда біз сол мемлекеттік органның басшысына ұсыныс енгіземіз. Мынаны бұзылған құқықты қамтамасыз етіңіз. Приказ шығып, демалыс беріңіз, болмаса өтемақысын төлеңіздер дегенде сияқты. Былтыр сол екі мемлекеттік органның басшысына қайталанып жасалғаннан кейін әкімшілік құқық кодексіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылды. Ескерту түрінде жасалды екі басқарма. Биыл бастап жатырмыз. Биыл бірақ тағы тенденцияны байқаймыз. Күні кеше өткен әдеп жөніндегі кеңесінде де сол мәселе қаралды. Ол жерде де экономика басқармасында, одан кейін қалалық бөлімдерде 30-ға жуық мемлекеттік қызметшілердің былайша айтқанда бұйрықсыз жұмысқа жегілгені анықталды. Сол бойынша біз тиісті ұсынымдарды енгіздік. Енді ол ұсынымдарға сәйкес олар мемлекеттік органдар бізге беріп отыр, бұйрық шығарылды, яғни құқығын қамтамасыз етілді. Міне осылай құқықтарын қамтамасыз етуге тұрғызды, яғни тәртіпке үйрету. Бұл мәселе. Өйткені мемлекеттік қызметші бағана айтадым, солдат сияқты болған, барғаннан кейін сұрайды, не осы десе, өзім жұмысым істеп отырмын, бейсалап. Енді ол бір бағана шағым келтіргенде, ондайды онша аса жанын сүймейтін азаматтар болып көрмесе. Отырып жұмысын істей беретін. Бірақ енді ондай болмау керек қой. Бағана өзіңіз айтқан жеке демалатын уақыты болу керек. Отбасысы бар. Күйзеліске түсіп кетуі мүмкін адам. Түсіп кетуі мүмкін. Міне осы жағдайда болдырмас үшін денсаулығына кері әсер етуі мүмкін. Және бұл екінші жағы бар, мемлекеттік қызметтің бағана тартымдылығы жағы. Көбінесе жастарымыздың да айтатыны кей кезде сол, кездесіп жатамыз ғой. Оларды күндіз түні жұмыс жасайды. Сенбе жексенбі жұмыс жоқ дегенде сияқты бір не сол кішкене шошытады былайша айтқанда. Міне сол шошытпас үшін осындай құқық қамтамасыз етілсе, ол артық жұмыс жасаған үшін тиісті өтемақысын алып алса, ол ешқандай қорқыныш жоқ деп ойлаймын. Енді мына жағдайда көп жағдайда біз кейде шетелдің басшыларына біздің әлеуметтік желіде қарап отырсам, бір елікте осындай басшылар болса екен ғой, осындай мемлекеттік қызметкерлер болса екен ғой деп айтып жатады. Кейде бір көмір тұтып жатады, мысалы Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мысалы көмір тұтып жатады. Неге деп ойлайсыз, қалай? Мысалы өзге елдің басшыларын, өзге елдің мемлекеттік қызметкерлер бір осындай бізде әкім болса екен, басшы болса екен деген сияқты бір пікірлерін айтып жатады. Халық мысалы әлеуметтік желілерде. Енді былайша айтқанда өзіңіз айтпақшы көмір тұтатын қызметшілер бәлкім бізде де бар. Бірақ олар жайлы айтылмайды, биік мінберден дейсіз ғой. Айтылмайды. Себебі бір енді жасыратын несі бар. Біз мысалы үшін кішкене осы сол жағында көрсетейік деп мысалы үшін мемлекеттік органнан сұраймыз ғой. Осындай бағанағыдай ерлік жасаған, мынандай халық тізеден су кешіп бағанағыдай құтқарған азаматтар бар ма беріңізші. Сөйтсек ондайлар бар. Бірақ оны неге жарияламайсыз? Ол қызметшінің өзі қарсы. Не қылам мен? Мақтанкершілік жасап, мақтанғандай болам ба? Болмайды ғой деймін. Біз сонда да қоймай әйтеуір оларды бүйтіп сол неге тартып, қазір жайлап телеарналардан көрсетуге тырысып жатырмыз. Мен ойлаймын, бұл туралы халықтың өзі айта бастау керек. Сол құтқарылған, сондай бағанағыдай жүгінеді ғой мысалы үшін. Бізде мәдениет екі жақты болу керек қой. Келді ма, сол мемлекеттік органға өзінің қызметін алды ма, қанағаттанды ма? Мен қанағаттандым, дұрыс екен деп мысалы үшін айтып шықса, осы желі арқылы. Соның өзі, мен ойлаймын, үлкен, былайша айтқанда, сол салаға деген қолдау болады. Және де ол саланың да шын мәнінде уже көріне бастайды. Ол соны естіп отқан мемлекеттік қызметші де мені қолдайды екен ғой деп жұмысын одан ары жандандырады ғой. Бізде мына наоборот шалынған жерлерді тек қана көрсетеді, кемшіліктерін теріп
әрине бәрі сондай екен деп ойлаймын. Мені ешкім қолдамайды, менің құқығымды қорғамайды дегенде сияқты бір пікір қалыптасады. Енді осы уақытқа дейін, әлі күнге дейін мысалы мемлекеттік қызметке жүрген адамдардың жақсы дүниелерін айтатын жандар бар, бірақ әлі күнге дейін ел аузында Дінмұхаметұлы Ахметұлы Қонаев жайлы жақсы жылы пікірлер әлі күнге дейін. Мысалы кейінгі ұрпақ, жастар болсын барлығы біледі. Бұның құпия сыры неде деп ойлайсыз? Өте қарапайым, өте бір жақсы, халқына жақын жан болған деген сияқты пікірлер әлі күнге дейін айтады. Қазағы бар, басқа ұлт өкілдері болсын, қай жерге бармасын. Енді бұл менің өз ойым. Жалпы әрине ол кісінің де болмысынан шығар. Жұмысқа деген берілгендік және сол кездегі бәлкім қоғамның да пікірі шығар. Сол кездегі қоғамда болатын ұстанымдар да соған әсер еткен шығар. Енді рас қой, ол кездегі қоғам мүлдем басқа еді. Сұранысы бөлек еді. Рас қой, шыдамды еді қоғам көбісі. Менде анау жоқ, мынау жоқ деп, мысалы үшін шірей көп шағымдана бермейтін азаматтар. Қарапайым халықтың арасына шығып сұхбаттасып не істеген өзі, соның өзіне мысалы үшін халық былайша айтқанда қолдайтын соның өзін. Қазір енді сәл талап басқаша, өзгеше, бағана көп өзгерістерді шұғыл талап етеді мысалы үшін. Ал бірақ ол өзгерістер бірден бола салмайды ғой. Өзіңіз білесіз, мемлекеттің қарапайым жол салудың өзіне қаншама рәсімдер жасалды. Мемлекеттік сатып алуым бар, анауым бар, мынауым бар. Сол рәсімдердің өзі созылып, сосын бар бұл халық бағанағыдай наразылық туындайды. Әлі сол жартас дегендей сияқты мәселелер болып жатады. Сондықтан енді қазіргі осы заманғы мемлекеттік қызметшілердің былайша айтқанда болмысы туралы, олар туралы мен ойлаймын, осыдан енді бір 50 жылдан кейін, 30 жылдан кейін саралап көру керек шығар. Болды ма осындай кезінде? Қандай ой, қандай пікір айтылады? Қандай пікір айтылады? Бәлкім осы заманда былайша айтқанда Қонаевтар жүрген шығар. Арамызда. Бірақ біз білмейміз дейсіз. Кейін айтылар. Енді салиқалы сұхбатыңызға Нұрлан мырза көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Мемлекетке, қызметке адал жандар көп болсын деген тілегіміз бар. Еститін үкімет, мысалы, халыққа жақын басшылар көбейе берсін. Көп рахмет сізге. Алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келгеніңізге. Рахмет сіздерге. Осымен біздің студияға бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.